Баршаңызға сәлем. Бүгін біз құрт көже дайындайтын боламыз. Бұл көже суықтап ауырғанда, тұмауратқанда өте пайдалы, нағыз керекті тағам. Ол үшін ең алдымен қазанымызға су құйып, қайнатып аламыз да, мөлшермен тұз салып, алдын ала жуып дайындап қойған күрішімізді салып, пісіріп аламыз. Бұл тағамды бала күнімізде әжеміз дайындап беретін, біз өте сүйсініп жейтін едік. Кейіннен анамыз дайындап беретін, қазір мен енді өз отбасыма анда-санда дайындап беремін. Осындай күн суытқанда, тұмау басталып келе жатқанда, бұл нағыз таптырмайтын емдік тағамның бірі. Қазақтың ұмытылып бара жатқан тағамдарының бірі. Сондай-ақ аяғы ауыр болып, тамақ батпай жүрген жас келіндерге өте таптырмайтын тағам. Осы тағамды дайындап ішкеннен кейін олардың тағамға деген тәбеті ашылатын болады. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда сіздер ең бірінші болып салып отыратын жаңа видеоларымды көріп отыратын боласыздар. Жіберіп алмаңыздар. Осындай ұмытылып бара жатқан өзіміздің қазақтың ұлттық тағамдарын және де шетел асханаларының тағам түрлерін, балалар тағамдары, пайдалы смузилар, ағзаға пайдалы дәруменге бай салаттардың түрлері және де тәттілер рецептілерін салатын боламын. Бізде құрт қатты болу керек. Егер жұмсақ құрт болатын болса, бұндай тағам түрі шықпайды, ол езіліп кетеді. Құрттың барынша қатты болғаны жақсы. Яғни қазір күз-қыс айлары болса, бұл шілдегі құрт болады. Яғни жазда дайындалған құрт жақсы кептірілген. Осылай қолдың күшімен барынша езіп аламыз. Мынау бірінші құйып алып жатқан суымыз. Құрттың суы, яғни бұны былайымша ішсеңіздер де болады. Мен суды алдын ала қайнатып, сәл суытыңқырап қойған едім. Сол үшін бұны дайын күйінде іше берсеңіздер де болады. Тұмауратып, тамаққа тәбеті тартпай жатқан балалар болса, немесе үлкендерге кесеге құйып берсеңіздер, өте керемет дәмі. Құрттың қышқылтым дәмі шығып тұрады. Екінші рет тағы да аздаған су құйып, тағы да езгілейміз. Екінші суымызды құйғаннан кейін үшінші рет тағы да езгілейміз. Осылай біз шағын кастрөлмен бір кастрөл құрттың суын алатын боламыз. Сіздер де осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Өте дәмді, әрі құнарлы, әрі пайдалы тағамдардың бірі. Сондай-ақ менің каналымда суық дегенде қолданылатын халықтың емдік тәсілдері салынған видеом бар. Соны да көрсеңіздер болады. Мынау үшінші рет езіп құяйын деп жатқан суымыз. Міне біздің құрттың суы дайын болды. Енді осыны біз қайнап дайын тұрған күрішімізге қосып араластыратын боламыз. Қолдарыңызға перчатка киіп езгілесеңіздер болады, бірақ кәдімгі нағыз алақанмен езгенге жетпейді. Міне біздің қосуыз құрттан 3 рет езгендегі қалған құрттарды малта құрт деп айтады. Мен 3 рет құртты езгенге дейін күрішім қайнап дайын болып қалған тұғын, сол үшін мен өшірген тұғымын. Енді астын қайтадан от жағып, күрішімізді ысытып жіберіп, жаңағы езген құрттың суын біртіндеп құйып араластырамыз. Өте дәмді, керемет құрт көже болып шығады. Енді осыған қолдың сарымайын қосамын. Әркім өз қалауымен мен бір ас қасық сарымай салдым. 2 ас қасық сарымай салсаңыздар да ол жүрекке тимейді. Енді бұл құрт көженің дәмін айтып жеткізе алмаймын, өте керемет болды. Құрт көжені ыстықтай ішкен жақсы, және де қолдың табананына қосып жесеңіздер тіпті керемет. Дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер, сіздерге өте дәмді шығады, пайдалы тағам. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытып кетпеңіздер.
сіздерге де ас болсын. Келесі жаңа видеода кездескенше.